Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Тұрсынай. Бүгін өте дәмді табада медовик тортын дайындаймыз. Ешқандай пештің қажеті жоқ, кәдімгі тамақ жасайтын табаңыз болса болды. Өте дәмді, әрі биік, аузыңызға салса ерейтін балды торт дайын болады. Сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен сармай және қантымызды және де балымызды салып отқа қоямыз. Менде бал жасанды бал, сіздерде егер табиғи бал болса тіптен жақсы болады. Осылай 4 ас қасық жасанды бал салдым. Содан соң отқа қойып, толық қантымыз ерігенше араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Қантымыз еріген соң үстіне 1 шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз, толықтай 2-3 есе көтерілгенше. Неке қазір 2-3 есеге дейін көтеріледі. Содан соң тез-тезден араластыра отыра өзімізге қажет түс пайда болады. Сіздер өздеріңіз мінеке осылай астынан көтеріп араластырғанда өздеріңізге осылай түсі өзгеріп бастайды. Сол кезде оттың астын сөндірсеңіздер болады. Мінеке қарасаңыздар, түсі өзгеріп келе жатыр астын араластырған сайын. Енді толық суытып аламыз отты сөндіргеннен кейін. Содан соң жұмыртқа саламыз. Менде қолдың жұмыртқасы болғандықтан 4 штук салдым. Сіздер 3 штугын салсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнымызға 1 шай қасық разрыхитель салдым. Негізі салмасаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырып қоймалжын масса болады. Аз-аздан салыңыздар, бәрін бірден салып жібермеңіздер, ұнды осылай бөліп салыңыздар. Мөлшерлерін төменде описаниеге қалдырып кетемін. Осылай қоймалжын масса болғанша араластырасыздар. Достар, менің арнамда бірінші рет болып тұрсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Мінекей менде осындай қоймалжын масса пайда болды. Енді табамызды отқа қойып, орташа отқа қоямыз және де асты жабыспау үшін осындай сұйық май құямыз. Жан жақтарына жағып, менде 1 ожау осылай массамыздан салдым және де осылай лопатканың көмегіменен кішкене дөңгелектеп аламыз. Менде диаметрі 18,5 сантиметр болды. Енді қақпағын жауып 5-7 минут аралығында піседі. Мінекей асты пісті, енді аударып қайтадан қоямыз. Және де бетін осылай салфеткамен сүртіп аламыз, суласады, яғни тез піседі. Астын қарап тұрыңыздар. Енді сметаменен осылай варенканы салып крем жасадым. Сіздер өздеріңіз қалаған крем жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады бұл кремінде және де оңай түрі. Енді біз корждарымызды жинайтын боламыз. 2-2,5 қасықтан салып, осылай корждарымыздың барлығын жинап алдым. Бұл жерде кальцио маңызды емес. Егер кальцио жоқ болса да, осылай жинай берсеңіздер болады. Жаңағындай айтқанымдай, кремнің өте түрлері көп. Сливкимен немесе қайнатпалы крем пайдалансаңыздар да болады. Осылай барлығын жинап болған соң, тоңазытқышқа шамамен 1-1,5 сағатқа қойыңыздар. Менде аздау тұрып қалды. Менде шамамен 30 минуттай тұрды. Сәл кремі қатпаған екен. Мінекей сонда да өте дәмді болып шықты. Сіздерде жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар.